Құрметті оқырмандар, бүгіннен бастап жалпы жаратылыс қалай пайда болды, сол туралы өте қызықты қиссалар басталады. Бүгінгі тақырып адам атаның жаратылуы. Соңына қарап тіркеліп кетіңіздер. Атаның жаратылуы. Адам әуелі топырақтан жаратылған. Құдіреттің әмірімен жерден көкке шығып, жұмаққа кірген. Бұл ағашқа жақын болма деген әмір естіп, бидай дәнін жеуден тыйылған. Хауа атты көркем әйел ібліс малғұнның азғыруына душар болып, жұмақ жемістерінен айырылып, қараңғы дүниеге енген. Біз өз нәпсіміздің құлы болдық, күнәмізді кештеп іші жылжылаған. Адам Раббысына жақын болды. Киім киген періштелер де сәжде қылып, адамға құрмет көрсететін. Адамға барлық нәрселердің есімін білу, ғылымды меңгеру қасиеті берілді. Бұл адам ата еді. Періштелер Адам алейхиссаламды жұмаққа көтеріп барды. Түрлі мейуалар жеп, әсем бақтарда қыдырып, асыл киімдер киді, тұлпар мінді. Бірақ тағдырға не істесін, тыйым салынған бидай дәнін жеп, 8 сарай жұмақтан шығып қалды. Адам алейхиссалам жаратудан бұрын Аллах тағала Жәбірейіл алейхиссаламға бар, жер бетінен бір уыс топырақ әкел деп бұйырды. Жәбірейіл алейхиссалам жер бетінен топырақ алмақ болып барғанда, жер, Алла атымен ант етемін, менен топырақ алма депті. Жәбірейіл алейхиссалам антты құрметтеп топырақ алмады. Мұнан кейін Аллах тағала Исрафил алейхиссаламды жіберді. Жер оған да ант берді. Ол да топырақ ала алмады. Мұнан соң Аллах тағала Микаил алейхиссаламды жіберіп, жер оған да рұқсат бермеді. Мұнан соң Әзірейіл алейхиссаламды жібереді. Жер оған да ант берді. Бірақ Әзірейіл алейхиссалам сенің антыңнан Алланың әмірі артық деп, батыс пен шығыстан бір уыс топырақ алып Алланың құзырына барған. Сонда Аллах тағала жер саған ант айтпады ма деп сұрайды. Әзірейіл алейхиссалам айтты: бірақ сіздің әміріңізді бәрінен артық көрдім дейді. Сонда Аллах тағала: жерге құрмет көрсетпепсің, түбі адамдардың жанын сен алатын боларсың дейді. Бұған Әзірейіл қатты қайғырып зарланды: я Раббым, адам арасында жақсы ниеттілер де бар, мені олардың жанын алушы етпе, ғафу ет дейді. Хақ тағала Әзірейілге: адамдармен бірге түрлі аурулар жаратамын, сондықтан ажалын сенен көрмес деп жұбатады. Әзірейіл алейхиссаламның жерден алған топырағы түрлі түстеді: ақ, сары, жасыл, қара. Адамзаттың түрлі сипатта болуы осы себепті. Әзірейіл алейхиссалам ол топырақты Мекке мен Таиф арасына қойды. Хақ тағала оның үстіне 40 күн жаңбыр жауғызды. 39 күн жауған жаңбыр қайғы дариясынан, бір күнгі жаңбыр шаттық дариясынан еді. Адамзаттың қайғысы шаттығынан көбірек болуының сыры міне осында. Аллах тағала сол топырақты құдіретімен 40 күн иілеп бейне жасады. Басын Таиф тарапына, аяғын Мекке тарапына қаратты. Бұл бейне бір уыс қара балшық еді. Мұнан соң Аллах тағала ол балшықты құдіретімен кептірді. Аллах тағала періштелерге жер жүзінде халифа жаратамын деп айтқан заманда бар мақұлық Аллах тағала халифаны менен жаратар деп өздерін көркемдеп қуанды. Тек жер ғана: мен аяқ астына жататын зағып мақұлықпын, қуанар ешбір ісім жоқ деп налыпты. Аллах тағаланың адамзатты топырақтан жаратуы сол себепті. Осы уақытта 70 мың періште мен ібліс келіп, Адам алейхиссаламның бейнесін көреді. Қолмен шертіп көріп, ішінің қуыс екенін біледі. Азғыруға жеңіл екен. Егер Аллах тағала сіздерден мұны артық жаратса, не істер едіңіздер дейді. Сонда періштелер: Алланың үкіміне разымыз деп жауап береді. Ал ібліс болса: егер Аллах тағала адамды менен артық етіп жаратса, қарсы боламын дейді. Ібліс сол заматта кәпір болған. Адам алейхиссалам 7 күн бойы жаратылған орнында тұрды. Хақ тағаланың құдіретімен қызыл алтыннан, інжу тастардан безендірілген тақты Жәбірейіл алейхиссалам мен 70 мың періште адамға алып келді. Олар адамға жұмақ киімін кигізіп, саусағына жүзік салып, басына құрмет тәжін қойып, тақ үстіне отырғызды. Адам алейхиссалам жымиып күлсе, күн нұрындай мейірлі шуақ төгілетін. Періштелер адамға сұлулығын көріп қайран қалып, Аллах тағала берген тақты адамға қадір тұтты. Аллах тағаланың әмірімен періштелер тақты желкелерімен көтеріп, Адам алейхиссаламды тамаша жерлерімен серуендетіп, өздері Адам алейхиссаламның соңынан жүруші еді. Адам Аллах тағалаға: не себепті періштелер менің соңымнан жүреді, қатарында неге жүрмейді деп сұрақ қояды. Хақ тағала:
Арқаңда менің досым Мұхаммед Мұстафаның нұры бар. Сол нұрды құрмет етіп, періштелер соңынан жүреді дейді. Адам алейхиссалам мінәжат етіп, я Раббым, ол нұрды мен көре алатындай жерге орналастырсаң, көңілім шат болар еді дейді. Сонда Аллах тағала ол нұрды Адам алейхиссаламның шахадат бергендігі үшін иман бармағына көшірді. Мұнан соң Адам, я Раббым, енді арқамда нұр қалды ма деп сұрайды. Хақ тағала, 4 сахабаның нұры қалды деген екен. Адам ол нұрдың да бармақтарына көшуін тіледі. Бұл тілегі қабыл болды. Әбу Бәкір Сыдықтың нұры ортаңғы саусағына, Хазіретті Ғұмардың нұры үшінші саусағына, Хазіретті Ғұсманның нұры шынашағына, Хазіретті Ғалидің нұры бас бармағына көшті. Адам бармағына көз салғанда әр уақытта нұрының артқанын көрушеді. Нұр бидай жеген күнге дейін Адам алейхиссалам бармағында болып, бидайды аузына салған сәттен бастап арқасына қайта көшті. Адам алейхиссаламды періштелер көкпен алып жүріп жұмаққа келетін. Адам алейхиссалам жұмақ бақтарында серуендеп, жүзім, інжір, құрма жемістерін жейтін. Бірде жалғыздықтан зерігіп, өз жынысынан бөтен әлдебір затқа ынтықты. Осыдан кейін әлсіреп көзіне ұйқы тығылды. Сол уақытта Аллах тағала Адам алейхиссаламның сол жақ қабырғасының жоғарғы жағынан Хауаны жаратты. Адам алейхиссалам Хауаның өзінен жаратылғанын сезіп, ұйқыдан оянып көзін ашты. Хауаны көріп, оның асқан сұлулығына көңілі толды. Хауаның даусы жіңішке, көздері қара, жүзі тұлым болып өрілген шашы бар еді. Хақ тағала сұлулықты 100 түрлі етіп жаратса, соның 99 сұлулығын Хауанаға берген екен. Адам алейхиссалам Хауаға қолын созып жақында дейді. Сол сәтте Жәбірейіл алейхиссалам, ей Адам, Хауаға қол созба дегенде, Адам болса, Хауа мен үшін жаратылған дейді. Сонда Жәбірейіл алейхиссалам, әрине сен үшін жаратылған рас, бірақ некесіз қол созу дұрыс емес. Хауаны Аллах тағаладан жұптылыққа сұра дейді. Адам алейхиссалам, я Раббым, Хауаны маған жұп қыл деп рұқсат сұрайды. Сұхбана уа тағала ықыласымен неке құтпасын оқыды. Сөйтіп Адам алейхиссалам мен Хауана жұмақ ішінде түрлі жемістерді қорек етіп өмір сүреді. Бір ғажабы, Адам қайда жүрсе де әлгі Алла тыйым салған ағаш алдынан тұрады. Бірде Адам алейхиссаламнан періштелер, сен не себепті Адам ата атандың дейді. Сонда Адам, жер бетінде жаралғандығым үшін деп жауап береді. Періштелер Хауанаға, сен неліктен Хауа атандың деп сұрағанда, Хауана, тіріден жаралғандығым үшін дейді. Адам алейхиссалам топырақтан жаратылды. Топырақ тұрған сайын тазарар. Сондықтан еріксілер қартайған сайын көріктенеді. Хауана Адам атадан жаратылды. Сондықтан әйел адамзаты жыл өткен сайын көркі кетер. Аллах тағала, ей Адам, сені құдіретімен жараттым. Барша заттың есімін білдіріп жалғыз жүрмеуің үшін жұбың Хауаны жараттым. Екеуің де жұмақтасың. Енді менің аманатымды сақта деген хабар келеді. Сонда Адам алейхиссалам, я Раббым, аманатың не нәрсе айт дейді. Аллах тағала, жұмақтағы түрлі жемісімен жеңіз, суын ішіңіз. Тек қана бір ағаш бар. Сол ағашқа Хауа да сен де жақын барма. Дұшпаныңның сөзін тыңдама деген. Егер Адам мен Хауа осы антты орындағанда, жұмақтан мүлде шықпас еді. Адам алейхиссалам мен Хауаны жұмақта тұрып жатқан кезде Ібліс Хақ тағаланың маңайынан алыстаған еді. Мұнан соң Ібліс күншілдік қылып Адам алейхиссаламға қастық жасауға көшті. Ол әртүрлі айла білетін. Хақ тағаланың Адам алейхиссаламға ағаштан тыйым салуын естіп, шат болып азғыруға асықты. Жерден көкке ұшып жұмаққа кірудің жолын іздеді. Ібліс малған 300 жыл бойы жұмақ табалдырығын аңдып, жұмақтан бір мақұлық ұшып шықса, айла жасап көруді көздеді. Бір күні жұмақтан тауыс атты құс ұшып шықты. Ібліс сонда, ей сұлу қыз, сен кімсің дейді. Тауыс, сен өзің кім боласың дейді. Ібліс, Аллаға жақын періштенің бірімін. Мақсатым жұмаққа кіру. Хақ тағаланың достарына берген жемістерін көргім келеді. Сен мені жұмаққа кіргізуге жәрдемдесең, мен саған ғажап бір іс үйретемін дейді. Сол арқылы сен қартаймайсың, ауру болмайсың, мәңгі жұмақта қаларсың дейді. Тауыс Іблістің антына алданады. Мұнан соң Тауыс, сен жұмаққа енгізуге күшім жетпейді. Жылан есімді жолдасым бар. Бәлкім соны күші жетер дейді. Тауыс жыланға барып, ей қандасым, сүйінші, бізге бір мұхапар періште келді. 3 сөз үйретемін, мәңгі жұмақта қаларсыз, қартаймайсыз дейді.
Жылан асығып жұмақтан шықты. Ібілістің азғыруына жылан да алданды. Онан соң жылан: мен сені кіргізер едім, бірақ сақшы Раузан жібермес. Сені қалай алып кіремін дегенде, Ібіліс: аузыңды аш, сол арқылы жұмаққа кіремін дейді. Жылан аузын ашып, Ібіліс жыланның аузына жасырынды. Жыланның аузын ашып, Ібілістің бар екенін сақшылар сезіп қумақ болғанда, Хақ тағаладан әмір келді: қумаңыз, менің бір сырым һәм хикметім бар деді. Ібіліс жылап еңіреп жұмақтағы Адам алейхиссалам мен Хауа ананың жанына келді. Адам Ібілістен: неге жылайсың деп сұрайды. Ібіліс: сіз үшін қиналып жылаймын. Теңдесі жоқ сұлусыз, сізден басқа көрікті ешкім жоқ. Соған қарамастан бір күні сіз де өлесіз дегенде, Адам алейхиссалам: өлім деген не нәрсе деп сұрайды. Ібіліс: көзіңіз көрмей, қолыңыз еш нәрсе ұстай алмай, кеудеңізден жаныңыз шығар дегенде, Адам қатты қайғырған еді, бірақ Ібіліс сөзін қабылдамады. Мұнан соң Ібіліс Хауа ананың жанына келіп, зар еңіреп жылай бастайды. Хауа ана: неге жылайсыз дегенде, Ібіліс: сіздің қайғыңызға жылаймын. Сізді Хақ тағала неге бидай жеуден тыйғанын білесіз бе деп сұрайды. Хауа ана: иә, неге тыйым салды деп сұрайды. Сонда Ібіліс: бидай жесеңіз жұмақта мәңгі қалып өлмейтін едіңіз, мен сізге осыны уағыз насихат қыламын деп азғырды. Хауа ана Ібілісті танымады. Бұл сөзді жылан айтып тұр екен деп түсініп, көңіліне ұялатты. Хауа сол сәтте 10 адым жерді аттап, бидай ағашы жанына келді. Бидай ағашының бір талын сындырып алып, Адам алейхиссаламға келді. ей Адам, бұл ағаштың жемісі соншалық ләззатты ғажап екен. Мен жедім, енді сен де же дейді. Адам алейхиссалам Аллах тағаланың антын ұмытып кетіп, бір дәнді аузына салып шайнайды. Жұта бергенде ғана Аллах тағаланың әмірі есіне түсіп, өңешінде ұстай қалады. Бидай дәні не жұтылмады, не сыртқа шықпады. Ол өңешінде түйін болып қатып қалды. Сол себептен де ерлердің кеңірдегінде түйін мирас болып қалды. Әйелдерде ол түйін жоқ. Бұл оқиғадан кейін Адамның басынан тәж кетіп, үстінен киімдер алынды. Хауа ана ағашты себепсіз сындырғанда, сол ағаштан қан ағыпты. Осы себепті қан әйелдерге мирас болып қалды. Ібіліс малғұн Адам алейхиссаламды жұмақтан шығаруға себепті болған үшін лағнет атанып, қияметтегі орны тамақ болды. Мұнан соң Адам алейхиссалам мен Хауа ана нендей зор құрметтен айырылып мехнатқа түсті. Хауа ана бидай ағашына аяғымен барып, аузымен жиып, қолын созып бұтағын сындырғаны себепті әйелдердің қан ауруымен ауруы 3 күннен 10 күнге созылады. 10 күнге созылу себебі Хауа ана бидайға жеткенше 10 адым аттап күнәға батқан еді. Сондықтан себеп болды. Себепсіз еш нәрсе жоқ. Адам алейхиссалам жұмақтан шығарылғаннан соң Хауа ананы 100 жыл бойы көре алмай айырылып қалады. Адам алейхиссалам мен шайтан арасында дұшпандық күшейе түсті. Хақ тағала Хауаға: қайдасың дейді. Сонда ол қайғылы дауыспен: я Раббым, мақұлықтар сіздің атыңыздан жалған сөйлер деп ойламап едім дейді. Хақ тағала: ей Хауа, сен жұмақтан шығарғанда 15 түрлі пәлемен айыптадым. Әуелі күнәнің ең үлкендігінен қыздарыңа да қияметке дейін қан мирас болды. Екінші, 9 ай бала көтересің. Үшінші, бала тапқанда өлімнің ащы дәмін татасың. Төртінші, әдеп мехнатын шексін. Бесінші, еркі ерлердің еркінде болсын. Алтыншы, ақылы кем болсын. Жетінші, мұрада кем болсын. Сегізінші, куәлік те кем болсын. Тоғызыншы, талақ қылу ерлердің қолында болсын. Оныншы, діні де кем болсын. 11-ші, исламда мақұрым болсын. 12-ші, жұма жәмиғат намаздан мақұрым болсын. 13-ші, пайғамбарлықтан мақұрым болсын. 14-ші, патшалықтан мақұрым болсын. 15-ші, соғыс қылудан қалсын және ұзақ сапар әйелге харам болсын. Мұнан соң Жибрил алейхиссалам тауыстың айдарынан ұстап жұмақтан шығарды. Тауыстың 600 қанаты бар еді. Періштелер бар қанатын сындырып, 2 қанат қана қалдырды. Аяқтары күнәға жүргені үшін кифаятқа тұлды. Жыланның 4 түйе аяғы бар еді. Бүкіл денесі жасыл зүбәржаттан күнде жарқырап шағылысып тұратын. Тістері інжу көктен тізілген, құрсағы қызыл гүл, тілі жұпар, басы қызыл жақұт еді. Аузына шайтан кіргізгені үшін тіс түбіне у пайда болды. Аллах тағала берген құдіреттің бәрінен жұрдай болып жұмақтан шықты. Жыланға Хақ тағаладан әмір келді: онда ей жылан, сен күнәға себеп болдың, сондықтан бұдан былайғы жейтін тамағың жер топырағы болсын делінді. Хақ тағаладан хабар келіп: ей адам, мен сені жер жүзінде тұратын халифа болдырмақ үшін жараттым дегенде,
Адам алейхиссалам Алла тағаланың мақсатын түсінді. Сол сағатта жұмақтан шықты. Адам алейхиссалам тәубам қабыл болып келешекте жұмаққа кірермін деп ойлағанда Аллах тағаладан хабар жетті. Ей адам, сені топырақтан жаратып, иман мен ғалымдық беріп, бейнеңді барша мақлұқтардан көркем еттім. Періштелеріме көтердіп, саған сәжде қылдырдым. Шайтан сізге дұшпан сөзіне еріп, ағашқа жақын келмеңіз деп, жұмақтан шыққанда тіршілігіңіздің машақаты көп болар деп ескерттім. Бірақ сен сол әмірді ұмытып, бидайды не үшін жедің? Сонда Хақ тағаладан Адам алейхиссалам: ол үкімді қылған кім, ол қазаны кім жаратты деп сұрайды. Аллах тағаладан хабар келіп, ол үкімді мен жараттым, айтылған аманатты неге орындамадың дейді. Адам алейхиссалам: я Раббым, сенің үкімің менің тағдырым, мені жарылқай көр дейді. Аллах тағаладан: жарылқадым, сенен кейін балаларының да күнәларын кешірім қылып, маған сыйынса оларды да жарылқады. Мен сені жер жүзіне халифа болдырмақ үшін жараттым деген хабар жетті. Адам алейхиссалам мен Хауаны інжір ағашының жапырағымен денелерін жауып жұмақтан шықты. Адам Үндістанға түсті. Ібліс Басараға, жылан Асфаханға, тауыс Мінә тауына, Хауаны Жүді тауына түсті. Баршасының халі жаман болды. Адам алейхиссалам түскен жерінде қайғырып көп жылады. Оның көз жасының ащы дәмінен жемістер пайда болды. Ал Хауананың көз жасы тамған жерде ғұт ағашы, пайдалы өсімдіктер өсіп ауруларға ем болды. Ібліс Адам алейхиссаламға дұшпандық жасап, тағы да құстарға қышқырып дауыс салып: сіздерге дұшпан адам келіп, жер жүзіне түсті, сондықтан сіздер де жиылып, оларға қарсы шығып өлтіріңдер дейді. Сонда Адам алейхиссаламның басына сыржа деген құс келіп қонып, Адам алейхиссаламға қастық жасайды. Құс пен құрттың жиылып келуінен Адам алейхиссалам қатты қорықты. Алла тағаладан хабар келді: ей адам, бұлардың біреуін шақырып басын сипа. Адам алейхиссалам екі құсты шақырып басын сипады. Адам алейхиссаламға жылқы бойсынып, сыйынып, басқа мақлұқтарды қуа бастайды. Сол күннен бері жылқы малы адам ұрпағына шапағаты болып, басқа жануарларға дұшпан болды. Хақ тағаладан хабар келді: ей адам, тәубаңның қабыл болуын тілесең, Меккеге бар. Адам алейхиссалам: я Раббым, Меккеге барар едім, жолды білмеймін ғой дейді. Сонда Аллах тағала қара қарғаны жол басшы етіп соңынан адамды ілестіреді. Айтатын тағы бір жайт, осы оқиғаға байланысты 6 түрлі жануарды өлтіруге болмайды. Бірінші, қара қарғаны дәл осы Адам алейхиссаламға жол көрсеткендігі үшін. Екінші, құмырсқаны бағалау қажет. Ол Сүлейман алейхиссаламға насихат қылған еді. Үшінші, қарлығашты құрметтеу қажет. Қарлығашқа қатысты мынандай қисса бар. Нұх алейхиссаламның кезінде оның кемесін тышқан тесіп, сол тесікті жылан бітеп жатады. Нұхтан дүниедегі ең тәтті ет сұрайды. Шыбын адам етінен басқа тәтті ет жоқ деп айтпақ болғанда, қарлығаш шыбынның тілін тістеп жұлып алады. Яғни адам балаларының жыланға ырыздық болу қаупінен осы қарлығаш сақтап қалған. Төртінші, әтәт құсы, Сүлейменге елші болған үшін. Бесінші, су бақасы, Намруд отына су сепкен үшін. Алтыншы, баларасы, бала адамға шипа болған үшін. Хақ тағала: ей адам, періштелер ғарышқа тәуіп қылған, сен де соған тәуіп қыл, дұғаңды қабыл алып күнәңді кешіремін деген. Адам алейхиссалам ғибадатқа мақұл болып тәуіп қылған. Хақ тағала Адам алейхиссаламның жерге түскеннен кейін 100 жыл жылап, Хақ тағаладан күнәсі үшін ұялып, 300 жыл көкке қарай алмады. Жибрил алейхиссалам: ей адам, неге сонша жылайсың деп сұрайды. Адам алейхиссалам Жибрил алейхиссаламның дауысын естіп, одан әрі жылап қайғырады. Көз жасының суынан кеме жүзетіндей болады. Адам мен Хауа 40 жыл суда тамақты ішпеді. Жибрил алейхиссалам Хақ тағала әмірімен келіп, адамның хәл-ахуалын сұрайды. Адамның түсі өзгеріп, аштықтың әсер еткенін көріп, Хақ тағалаға жеткізеді. Хақ тағала қазіретті 2 жұп қой, 2 жұп сиыр, 2 жұп түйе жібереді. Олар көбейе бастаған кезде бірін бауыздаттырады. Қойдың жүнінен Хауанаға көйлек жасады. Жибрил алейхиссалам Хауанаға жүн ертті. Адам алейхиссалам киініп, ыстық пен суықтан құтылды. Енді аштық әсер етті. Адам алейхиссалам: неден тоярмын, терінің ішінде ұсақ құмырсқалар жүгіріп жүрген сияқты дегенде, Жибрил алейхиссалам айтады: бұны қарын ашу дейді. Демек сенің қарның ашқаның, оның дәруін иншалла мен айтармын дейді де Адам алейхиссаламның жанынан ғайып болады. Жұмақтан бірі қызыл, екіншісі қара 2 өгіз келтірді. Қапшықпен 3 бүртік бидай әкелді.
Әр бидайдың ауырлығы 100.800 дирхам еді. Әр дәрхамнан бір мысқал болатын бір бүртік бидайдың ауырлығы 20 пұттан артық. Жебірейіл әлейхиссалам 2 бүртік бидайды өзің ексе, біреуін Хауаға бер, ол да ексін дейді. Өгіздерді жер жыртуға жегіп, соққыға үйретеді. Бұрын жұмақта мәшақатсыз өмір сүрген егіздер соқаға жалқауланып, көздеріне жас тамады. Адам өгіздердің арқасынан 1-2 мәрте соқты. Сонда өгіздер тілге келіп, бізді не үшін соқтың дейді. Адам айта бастайды, сөзімді тыңдамағаның үшін. Өгіз, сөз тыңдамағаның үшін соғу керек пе дейді. Шарасыз өгіз, ей адам, сөз тыңдамағанды соғу тиіс болса, сен бұдан әрі одан да азаптан арылмассың дейді. Адам алейхиссалам бұл сөздің мағынасын түсініп ұзақ жылайды. Өгіздер ашығып жер жыртумен жүрді. Адамның еккен бидайы егін болып шығып, Хауаның егіні арпа болды. Адам алейхиссалам, я Раббым, менің егінім бидай болып, Хауаның еккені неге арпа болды деп сұрайды. Хақ тағала, Хауа алғаш сайтан сөзіне азғаны себепті дейді. Адам алейхиссалам еккен бидайдың тартып ұнға айналдырғанда, Жебірейіл алейхиссалам ұнды қамыр етіп пісір дейді. Ей адам, саған Хақ тағаланың әмірі бар. Күннің 2 үлесі өтіп, 1 үлесі қалды. Сен сабыр етіп, күн батқанша ораза ұстасаң, Хақ тағала саған 3 жақсылық уәде бермек. Біріншіден, саған разы болмақ. Екіншіден, күнәңді кешіріп жарылқайды. Үшіншіден, жұмақтан орын бұйыртпақ дейді. Аллах тағаланың әмірін естіп естіртеді. Жебірейіл алейхиссалам тағы, сен һәм және сенің барша балаларың қияметке барғанша ораза ұстауға тиіссіңдер дейді. Жебірейіл Адам алейхиссаламның жейтін нанын рұқсат етіп, Хауанаға тиесілі үлесін берді. Ердің әйелге әкелетін үлесі сол заманнан қалған. Адам алейхиссалам тамақтан кейін құрсағындағы тынышсыздықтың тыйылғанын сезді. Жебірейіл алейхиссалам Адамның қолына күрек беріп, жерді қазып, су шығар дейді. Адам алейхиссалам жерді қазып, су шығарған соң, Жебірейіл алейхиссалам су іш деп бұйрық береді. Адам алейхиссалам су ішкеннен соң, бір сәтте құрсағындағы және бір тынышсыздық тыйылды. Мұнан соң Адам алейхиссалам бұл тыныштықты қалай қойды дегенде, Жебірейіл, мен білмеймін дейді. Хақ тағала бір періште жіберіп, Адам алейхиссаламның бұтын сипатты. Сол кезде Адам алейхиссаламнан жел шықты. Адам алейхиссалам, бұл не дейді? Сонда Жебірейіл, бұл күнәңнан деп жауап береді. Адам алейхиссалам мұндай жаман естің шыққанына қайғырып 70 жыл жылайды. Адам алейхиссаламның бойы көкке жететіндіктен періштелердің тәпсихаттарын тыңдап үнемі жылайтын еді. Періштелер адамның көп жауына жаны ашып, Хақ тағалаға зарлық етеді. Сонан кейін Жебірейіл алейхиссалам Алла тағаланың әмірімен қолын адамның басына қойды. Адам алейхиссалам 60 аршынға дейін қысқарды. Жебірейіл алейхиссалам адамға қажының ғибадатын үйретті. Адам алейхиссалам қажыны тәмам қылып Арафат тауына шықты. Хауа көп жылғы машақатты бастан өткізіп Адам алейхиссаламды Арафат тауынан көреді. Бұл кезде Хауа мен Адам бірін-бірі танымай қалған еді. Жебірейіл алейхиссалам Адамға Хауаны мағлұм етті. Неше жүз жылғы қайғы-қасірет шаттыққа ұласты. Екеуі бірге Мінаға келгенде періштелер, ей Адам, енді не тілейсің деп сұрағанда, Адам алейхиссалам Құдайдың рахметін һәм жарылқауын тілеймін дейді. Бұл жер сол үшін Міна деп аталды. Міна Адам мен Хауаны қауыштырып, Аллах тағала жарылқап Міна қылды. Адам алейхиссалам Хақ тағаланың рұқсатымен Мінада Хауаны қойнына алды. Сол үшін Міна аталды. Адам алейхиссалам үндіден Меккеге жаяу 40 мәрте қажылық қылды. Хауананы шаттықпен үндіге алып барып, сонда ғұмыр кешті. Адам алейхиссалам Хауанаға мүжғамат етіп, яғни қосылып, Хауана құрсақ көтерді. Бір күні Іблис малғұн Хауанаға келіп, құрсағыңда не бар екенін білмепсің деп сұрайды. Хауана білмеймін дейді. Іблис, ол бір хайуан, яғни ит табасың, ал оның қай жерінен шығатынын білемісің дейді. Сонда Хауана Іблисті танымай, қатты қорқып, бұл сөзді Адам алейхиссаламға айтады. Екеуі бұл сөзді естіп қайғыға түседі. Тағы бір күні Іблис мәлун Хауанаға келіп, мен өте жақсы құрметті кісімін, Алла тағаланың қадірлісімін. Құрсағыңдағы нәрестенің аман шығуын көк иесінен тілеп, аман шыққаннан кейін менің есімімді қос, мен дұға қыламын дейді. Сонда Хауана, сенің атың кім дейді? Іблис Қарыс деп жауап беріп, сен туғаннан кейін бұның атын Ғабділ Қарыс деп қой дейді. Хауана бұл сөзді қабыл көріп, босанғанда баланың атын Ғабділ Қарыс деп қояды. Сол сағатта Хақ тағала бұл есімді қош көрмейді.
оның есімі ғабдолла болмақ еді. Олай болмай ғабил қарсы аталып, Алла тағала шайтанға лағынет айтты. Хауа ананың неше құрсақ көтергенін ғұламалар әртүрлі болжаммен айтқан. Бірі 20 құрсақ десе, екіншісі бірі 40 құрсақ, 70 құрсақ көтерген дейді. Әр құрсақтан 2 бала туып, бір ұл, бір қыз болған деседі. Қабыл нәсілі 37 мың, Әбіл нәсілі 47 мың болған. Ертеңгі қисса дәл осы Қабыл мен Әбіл туралы болады. Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.